Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін таңғы ас манный каша дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сүтімізді құйып, мен домашний сүт пайдаландым. Орташа отқа қойып қоямыз. Алдымен қантымызды салып аламыз. Менде балалар жақсы көреді. Өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Манный кашаның кез келген түрін пайдаланамыз. Сүтіміз қайнауға жақын қалғанда, оны қасықпен қозғап тұрып, жаңағы манный кашамызды салатын боламыз. Осылай қозғап тұрып саламыз, себебі түйір-түйір болып қалмауы қажет. 3-4 минут қайнатамыз. Дайын болған кашамызды ыдысымызға салып, тарелкамызға салып ұсынамыз. Ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.